Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осылай шәугім шәйнектерімізді және қазандарымыздың барлығын дәл осылай ешқандай химикатсыз, средствосыз дәл осылай жылтыратып алудың өзімнің лайфхагымен бөлісетін боламын. Дәл осылай қалайша мен ешқандай химикат қолданбай қалай ағартып алатын боламын, жылтыратып көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайфхак пайдалы болған болса, тіркеліп және каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта салған рецепттерім сіздерге міндетті түрде шығатын болады. Бізге бар болған дәл осындай кір сабымен қазан қарнағышымыз ғана қажет болады. Дәл осылай сабынымызды сулап алып, соған қазан қарнағышымызды үйкелеп, дәл осылай кір болған, майланған шәугім шәйнектеріміздің барлығын дәл осылай шәугімдерімізді сықалап, іштерінің барлығын сықалап, барлық жерін дәл осылай тазартып алатын боламыз. Бұл менің шай қайнататын, күнделікті пайдаланатын шәугімім. Сырттарына май шашырағандықтан кішкене майланған. Дәл осылай тек сабынмен қазан қарнағышты ғана пайдалана отырып, дәл осылай жылтыратып алатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет деп жылтырап шығады. Дәл базардан алғандай болып, өз қалпына келіп қалады. Дәл осылай жасап көрсеңіздер болады достар. Енді шәйнегімді дәл осылай жылтыратып алатын боламын. Кір сабынға кішкене қырғышымды сықалап, дәл видеодағыдай етіп, барлық жеріне бірдей сықалап жуып алатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай менің шәйнектерімде іштерінде сеткаларына дейін тап-таза болып шықты. Сіздер дәл осы лайфхакты қолданып көріңіздер және қазандарыңызды да дәл осы тәсілмен пайдаланып көріңіздер. Өте күшті лайфхак. Ешқандай азилеттің, ешқандай фирманың бұлай тазалайтындарын алудың қажеті жоқ. Мен дәл осылай тазалап, ешқандай да қолдарыңыз да терлері алынып кетпейді, ешқандай аллергия тумайды. Дәл осылай кір сабымен тазалап аламын. Егер лайфхак пайдалы болған болса, жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Сау болыңыздар.